бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шынықсын денеміз. Сабағымыздың мақсаты шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, оқушының шығармашылық жұмыс істеуіне ықпал ету, сөздік қорын молайту, өз ойларын жинақтап, жүйелеп, қорыта білу. Сабағымызды жұмбақтар шешумен бастаймыз. Табаныма байладым, қос таяқпен айдадым. Бұл жұмбақтың шешуі шаңғы болады. Зулап түсіп төменге, шықпас менсіз төбеге. Жұмбақтың шешуі шаңы. Табанға тақтым, жалпаң қақтым, зырлап бақтым. Бұл жұмбақтың шешуі коньки болады. Балалар, жұмбақтардың шешу болатын заттары не үшін керек? Әрине, қысқы ойындар үшін керек екен. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қалай аталады екен? Шынықсын денеміз. Осы жұмбақтардың шешу болған сөздерді өз өлеңдеріне қосып айтқан жазушылардың бірі Бердібек Соқпақбаев. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында туған. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын, кейіннен Мәскеуде жоғарғы әдебиет курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқытқан. Қазақ әдебиеті газетінде, Балдырған журналында, Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында істеген. Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті жөніндегі әдеби кеңесші болған. Шығармашылық жолын өлеңмен бастап, 1950 жылы Бұлақ атты жыр жинағын шығарған. Кейін балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгіме, повест, роман кітаптарын ұсынды. Менің атым Қожа, балалық шаққа саяхат, шынықсын денеміз. Жүріңдері балалар, сырғанақ тебеміз. Құрыспай, құрыштай, шынықсын денеміз. Таяққа бау тағып, шаңғыны майлап ал. Биялай, малақай, бәрінде сайлап ал. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбайма. Жел үріп, қар кіріп, қонышыңа толмайма. Желменен жарысып, сырғанақ тебеміз. Құрыспай, құрыштай, шынықсын денеміз. Сөздікпен жұмыс. Биялай қолғап, құрыштай берік мықты. Бұл сөздің мағынасы биялай қолғап екен, құрыштай берік мықты деген сөздері. Енді балалар, өлеңге ұқсас сөздер тізбегін құрамыз. Тебеміз, денеміз, майлап ал, сайлап ал. Тоңбайма, толмайма. Өлеңдегі негіз ғой. Өлең неге үйретеді? Спортқа, денені шынықтыруға үйретеді екен. Екінші өлеңіміздің авторы Бүркіт Ибрагимұлы Ысқақов. 1924 жылы 4 қарашада Қарағанды облысында Нұра ауданына қарасты Көк Мөлдір деген жерде туған. Ол жастайынан қиялшыл, арманшыл болған екен. Зерек жас ел аузындағы қисса дастандарды зейін қоя тыңдап, жаттап алып жүреді. Соның әсері болса керек, кейін өзі де өлең шығара бастайды. Оның ең алғашқы өлеңі ана туралы жыр деп аталады. Қыста қызық жұмыс бар. Көше бойы омбықар, жиналамыз топтала. Демей бетім домбығар, соғамыз зор аққала. Ауыл сырты биік жар, бізді күтіп тұр қарап. Төбесіне шығып ақ, жөнелеміз сырғанап. Көктің жүзін бұлт торлап, жерді жапса күмісқар. Үйде ұстамақ кім зорлап, қыста қызық жұмыс бар. Балалар, өлеңде жылдың қай мезгілі суреттелген? Әрине, қыс мезгілі суреттелген. Енді сөздік жұмыс. Омбы, ол қалың қар, домбығып беттің тоңуы. Балалар, тапсырма суретке қарап әңгіме құрастыру. Балалар, енді Вен диаграммасын пайдаланып екі өлеңді салыстырамыз. Өлеңдердің ұқсастығы қыс мезгілі екенін білеміз, сырғанақ тебу екенін білеміз. Енді осы екі өлеңнің айырмашылығы: бірінші өлеңде шынығу, киім туралы айтылған, ал екінші өлеңде аққала жасау туралы, қысқы жұмыс туралы айтылған. Балалар, сабақталған жағымды әсерлеріңді алдарыңдағы жүрек стикерлеріне жазып, экрандағы жүрекке жапсырасыңдар.